Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз дорамаларда өте жиі кездесетін корей сорпасы кимчичиге дайындаймыз. Өз атында айтып тұрғандай, кимчи салатынан жасалады, өте дәмді, тойымды және пайдалы. Ең басты ингредиент ол кимчи және тофу. Бұл тағамдағы ең басты ингредиент ол кимчи. Кимчи дегеніміз капустадан жасалатын корей салаты. Және ет, тофу, пияз және соусына соевый соус, күнжіт майы, чеснок, тұз және қант қажет. Пияз бенен жасыл пиязды әдеттегідей тураймыз. Пиязды полукольцамен, ал жасыл пиязды осылай домалақ қылдырып турасаңыздар болады. Кимчиді осындай қатты кішкентай емес бөліктерге бөлеміз. Тофу көженің ең бетінде болатындықтан осындай төртбұрыштетіп әдемілеп турасаңыздар болады. Ендігіде сорпамызға қосатын соусты дайындаймыз. Ол үшін соевый соус, күнжіт майы, чеснок, қант пенен тұз және жасыл пиязды араластырып, оның үстіне су қосамыз. Айта кететін бір жағдай бар. Кимчичигеге кәрістер қызыл ащы бұрыш қосады. Мен қатты ашын ұнатпаймын, сондықтан оған паприка қосамын. Ол түсін әдемі қылдырады. Мен кимчичигені осындай тальсот ыдысында дайындаймын. Ұзынша етіп кесілген етті майға қуырамыз. Бес-алты минут қуырғаннан кейін оның үстіне кимчи мен пиязымызды қосамыз. Бұларды 1-2 минут жақсылап қуырып аламыз. Бұның үстіне жаңағы дайындаған соусымызды қосып, 300-400 мл су қосып, 5-10 минут қайнатамыз. Ең соңында әдемі етіп кесілген тофумызды қосып, тағы да 1-2 минут қайнатып аламыз. Мінекей біздің өте дәмді және аппетитный сорпамыз дайын болды. Бұл өте тез 20-25 минутта дайын болатын сорпа. Тек қана қажет ингредиенттерін тапсаңыздар болады. Ал қажет заттар кез келген корей дүңгіршегінде сатылады. Және де кимчидің арқасында өзі де ащы сорпа болғандықтан қызыл бұрышты қоспай тек қана паприка қоссаңыздар болады. Дәмді. Өте керемет көже. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.